Ошолордон тегеле биздин Актайлы Акбердиндагы орта мектебинин Эркин Жумагул атындагы музейине кош келиңиздер. Бул музей 2022-2023 жылдар карсаңында ачылды. Музей 4 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмү Бак конуп кыдырдар гана өркен, экинчи бөлүмү Шпик бишишиндер мен акындар мекени, үшүнчү бөлүмү Улуу Отан согушуна катышкан ардагерлер, төртүнчү бөлүмү Калдырган изин мәңгилик. Бак конуп кыдырдарган өркен бөлүмүндө ауылыбыздын жеткен жетистиктери, өткен тарихы айтылат. Сонун ичинде Асыл тұқымды қой заводы 1 май 1961 жылы құрылды. Және де мұндағы негізгі саласы бұл қой шаруашылығы болатын. Және 1965 жылдан бастап қойларды асылдандыру бағытында жүргізілген жұмыстардың негізгі мақсаты ол жартылай шөлейт және шөлейт аймақтардың ауа райына төзімді жартылай қылшықжынды құйрықты қой өсіру. Бұл мақсатқа да ауылымыз қол жеткізді. Оның негізін салған Жанқозыков Яхмет Рахымбайұлы және 1969 жылы Қазкср шаруашылығы бұйрығымен осы асыл тұқымды қой осы Шпик даласына егістікті суару үшін арнайы бөгет салдырады. Және 1991 жылы насихат бұқаралық мәдениет орталығын ұйымдастырады. Және Аягөз Жаңа ауданының 18 ғасырдағы ақындық поэзияның ірі өкілдері мен жыр-жампоздары мен өнер майталмандары туралы көптеген мәліметтер жинақтап, осы бізге мәліметтерін жеткізеді. Және осы мұражайымыздың ең негізгі мәліметтердің жиналуына да өзінің зор үлесін қосқан болатын. Келесі біздің меценаттарымыз соның ішінде Оспанова Жайна Жұмағұлқызы және IT кабинетінің ашылуына, актовый залдың көркеюіне және мұражайымыздың белгіленуіне өзінің зор үлесін қосып жүрген меценаттарымыздың бірі. Шпик бишишендер мен ақындар мекені. Түбек Байқошқарұлы, ақын, айтыс өнерінің аса көрнекті өкілі. Жастайынан суырып салма өлең шығарып, ақындығымен елге танылған. 15 жасынан өлеңді серіге әрі төкпе ақыны. Ақтайлақ би Байғараұлының әдеби бай мұралары өте көп. Ақтайлақ би Бұқар жырау, Ақтанберді жыраулар секілді қазақ арқасында біздің мектебіміз жылма-жыл үздік мектеп, үздік ұжым номинацияларымен марапатталады. Жалпы біліммен қатар емес, мәдениет, спорт саласында да оқушыларымыз республикалық халықаралық деңгейге дейін жетіп жатыр. Бұл жерден жалпы мектебіміздің жетістіктерін көре аласыздар. Ұлттық әдебиет құндылық деп осы кісінің еңбектерін мен солай кіргізгенмін. Міне биыл 3-ші жыл 7-ші кластар Алматы қаласы оқып жатыр. Ол жерде әр ақын кіргізілген, және Еркін ағаның өлеңдері, оның бәрін зерттей отырып, онан кейін сол өлеңдерді ағылшын тілінде балалар мағынасын айтады, енді ағылшын тілі болғандықтан. Сондықтан бұл үлкен жоба болып, балалардың қызығушылығы артып, мектебіміз осы Жайна Жұмағұлының ер апайымыз келіп кездесулер өткізіп, балалар өте жақсы қабылдады бұл программаны. Және осы Еркін Жұмағұлының жұмыстарын зерттеп, ең соңында бізде ол кісіді жаңағы кітабының өзінде Ақтайлақ биде ел перзенті деп жазылған ғой, балалар ел перзенті деген тақырыпта ағылшын тілінде эссе жазып, және проектная работа қорғады. Өте қызық, сондай шығармашылығын зерттеп, балаларға ұнап, ол кісінің аз ғұмыр болса да сол кездегі істеген еңбектерін енді Алматы мектебінің балалары ағылшынша түсіндіре отырып, қазақ тілінде жаттады. Яғни бұл да енді балаларға жаңағы өзіміздің ұлттық әдебиетіміз ылғи да ұмытылып қалады ғой. Көбінесе біздің ағылшын тілінде алатын балаларымыздың алатын Шекспирді аламыз, немесе Байронды аламыз. Сондықтан сол мақсатта балаларға танысын, енді танымал болсын деген мақсатта жазған едім. Енді жетістігін көрді, жемісін жеп жатырмыз, барлығына ұнады. Сондықтан оны Еркін ағаның өзім де зерттедім, бұл кісінің еңбектері өте зор екен, әсіресе енді сол кезде бізде Абайдың 175 жылдығына байланысты әр ақынды ала отырып, үлкен кеш өткіздік. Ол біздің кешімізге жалғыз мектеп қана емес, университеттен, колледждерден келді. Өте тамаша өтіп, сол кезде кәдімгі неге шықты, журнал, газеттерге шығып, Алматының солай болды осы кеш туралы. Солай музей болғандықтан, негізі бұл музей қай жыл ашылды? Жаңа 23 деп айтты, негізі оның алдында 10 жылдан асты ғой деймін. Ең бірінші өлкетану музейі болды ғой деймін. Осы ең бірінші ашылған кезде, кейін осы 1-2 жылдай өтті, Еркін ағаның атын берейік деп ауыл тұрғындары ұсыныс жасап,
рахмет сондай сыйлап ағамыздың енді елге сіңірген еңбегін елеп жыл өткен сайын адам туралы әртүрлі мағлұматтар толықтырыла береді ғой. Мысалы өзімізде Еркін ағамыздың көп тағы да жаңа мағлұматтарын алып осы жолы Егінбұлақ деген Көкпекті ауданының туған ауылына барып келдік. Енді өзіміз туып өскен жер, біз 1978 жылы көштік қой Үшбек ауылына. Еркін ағаны жаңағы Жанқозов Ахмет ағамыз маман ретінде жұмысқа шақырады, агроном ретінде. Енді мүмкін ол тарихта әлі ашылмаған шығар, оны да жазуға болады негізінде. Енді Еркін ағадан бір естуім бар, жолда келе жатып поезда танысқам деп жаңағы Жанқозов Ахмет ағамен. Сонда адаммен қалай тіл табысқаны да, ол кісі осы жерге агрономдыққа шақырды дейді, мені маған жас маман керек деп. Содан осы жерге келіп, ұнатып, жаңағы тоғыз жолдың торабы деп айтатын еді ғой. Енді жаңағы Егінбұлаққа мен балалардың бәрін апарып келдім ғой, жолдасым бәрін. Үлкен бір мектепте кездесу өтті. Ол жерде қазір 12 үй қалыпты мысалы. Бұрын 80 үй болған екен. Отделение ғой енді. Біздің Енреки сияқты жер былайша айтқанда. Бірақ жолдан шалғай жатыр да. Соны Еркін ағам армандайды екен. Жол торабында тұрған бір жерге көшсек деп үй ішіме сондай бір көмек жасасам, Алматыға жақын болса екен, жол үсті болсын екен деп. Содан Алла Тағала жаңағы Ахмет ағамызбен кездестіріп, ол кісі оған ұсыныс жасайды, сен біздің ауылға келіп жұмыс жаса деп, жас маман екенсің деп. Сол кезде Еркін аға айтады, ана институт сельского хозяйства ма, сонда енді өзі не ғой, сельхоз бітірген ғой, сол жерге ғылыми еңбекке ол кісіні шақырады екен, докторантура, кандидатура, енді жақсы оқыған ғой сабағым. Сол кезде дейді, мен ауылды таңдадым дейді. Ауылға білімімді бергім келді, әке-шешеме көмегім бергім келді деп, енді үнемі сондай бір халқын, елін, жұртын ойлайтын адам болғаннан, әрине ол жаңағы ғылым қуып бір жылы жерді таңдаған емес дейді. Сол осы ауылға жол түсіп, сол тағдыр ғой, келіп, сіздердің ауылға өзінің еңбегінің қызметін атқарды, оны білесіздер енді. Кітаптарында да бар, балалар бәрі біледі. Енді соны айтайын дегенім, жаңағы Гүлназ мұғалімнің соны ағылшын тіліне аударғаны, жаңағы 3 жылдық бір жоба қылып кіргізіпті. Кеше тағы сұрадым, 7-ші сыныптарда обязательно өтетін бір тақырыпқа кіргіздік дейді, жаңағы Шекспирмен қатар деп отыр ғой, енді былай қарасаңыз, қандай керемет жоба. Оны защищать ету керек, жоба болу керек, білесіздер ғой, жобаны министрліктен алып өту үшін. Сондықтан оны енді ғылыми, жаңағы ғылым министрлігі ме қалай аталады? Білім министрлігі мысалы оны жаңағы утверждать ету керек болатын да, утверждать етіп, ауылдарға тарамаған ғой? Жоқ, Алматы қаласына ғана. Алматы қаласына біз іс-шара өткізгенде ол кәдімгі Қазақстан көлемінде тарады. Соны негізі енді Ерзат Ахметовичпен сөйлесіп, меніңше Семей облысына көруге болатын сияқты дайын жоба ғой енді. Тем более Алматыда уже қолданған жоба. Енді мен айтайын дегенім, жаңағы Гүлназ мұғалімнің жұмысынан алған әсерім бізді шақырды деп отыр ғой. Ира жеңгей, енді жұбайы ғой, жанындағы қолдаушысы, орыстарда тыл дейді ғой, жаңағы енді әйел адам, еркек адамды қолдамаса енді қалай дегендей, жаңағы жетістікке жетудің бір себептері дегендей. Сонда біз барғанда балалары Еркін ағаның өлеңге салған, ағылшыншаға аударған еңбектерін, одай музыка жазған оған. И еще кәдімгідей айтқан, Үшбегеннің Алматының мектебінде айтып тұр ғой, қандай керемет былай қарасаңыздар. Соны енді Гүлназға сол разылығымды білдіргім келеді, осы жоба ары қарай жаңағы қолдауын тапсын деймін. Бұл жерде енді мен Еркін аға, мен ағам деп қудалап тұрған жоқпын, мен ойлаймын, халық азаматы, қазақ азаматы, неге біз действительно Шекспирді жаттап өлең қылуымыз керек, өзіміздің азаматтарымыз бар болғанда, одан да Абайды айтайық, Шәкәрімді айтайық, Әріпті айтайық, Еркін ағаны айтайық, осының бәрін көтеруші бірінен кейін бір ұрпақтар келе жатыр ғой. Мына фото, Әріптен Рергеновтың фотосы біздің үйде ілініп тұрады, Еркін ағаның үйінде. Алматыға барып, бір художникқа салғызып, архивтерден түрін тауып, Еркін аға архивтермен көп жұмыс жасады. Казань дейді, Уфа дейді, сол жақтарда сақталған екенде қазақ тарихтары.
себебі мұсылмандық сол жақта болды ғой, медреселер нелер. Сол жақта көп ана бұрынғы информация сол жақта екен, осы біздің ақын жазушыларымыз туралы. Сонда Ира жеңгеміз күледі, мына фото кіріп келгенде, ол былай ба былай, коридорда зал болатын еді, бұрынғы планировка, қазір ол кездегі новый үйлер ғой. Кіріп келгенде осы кісінің тұрады, сөйтсе бәрі кіріп келіп айтады, Ира, мынау сенің қайнатаң ба деп күлетін. Сонда соншалықты бір құрметті біліп қойған деген ғой, енді өзінің атасындай қылып білген деп. Сондықтан енді ойлаймын, осы кісілердің аруақ разы болуымен Еркін ағамыздың аты өшпей жатқан сіздерге рахмет. Ауыл болып соны көтеріп, атын шығарып жатқандарыңызға өте көп рахмет. Енді мен Еркін ағаны ел перзенті деген атағаным. Әрине бұл кісі ел үшін жұмыс істеді, еңбегін, мысалы осы Үшбиіктің өзіне қаншама жаңа көлін ашып жатыр Үшбиіктен, оның бәрі еңбек, біз оны еститіміз Өскеменнен балық әкепті деп, халық үшін еңбек еткен кісі ғой, сондықтан ел перзент деп атадым. Онан кейін Еркін аға, енді мен ақындық жолдағы ұстазым десем де болады. Еркін аға мен еліктеп, осы кісі Үшбиік әнін шығарсам, мен енді Егінбұлақ әнін шығардым, сол Егінбұлақ ауылына. Сол Үшбиік әні естимін ғой, Үшбиіктің гимні деп. Енді сол Егінбұлақ әнді сондай болса екен деп армандаймын. Осы Еркін ағаның жоғын беріп, еңбегі бұл кісінің өте ерен. Әрбір, тіпті біздің Егінбұлақ ауылдағы үлкен кісілер айтады, әрбір адамның, үлкен кісілердің сол егін оқушыларымыздың да алып жатқан жетістіктері өте көп. Бұл гуманитарлық жетістіктері, яғни көркем мәдениет негіздері мен тіл туралы ғылым бойынша оқушылардың алып жатқан орындарына арналған борыш. Биыл оқушыларымыз аймақтық, аудандық, облыстық, республикалық деңгейлерде өте көп жетістіктерге жетті. Солардың бірі де бірегейлерін атап өтсем, биыл зерде интеллектуалдық конкурсы өткен болатын. Осы конкурста аудандық кезеңде мектебіміз өте қатты белсенділік танытып, Құмарбекқызы Зере 3-ші орын. Бірақ осы қанша жыл жұмыс жасадым, барлығы осы басшылық қызметте болдым. Ауылымызда мектеп директоры болған, әдіскер болған. Қазір Алматыда мектепте осы көбінесе тәрбие жұмысы, ұйымдастыру жағынан кішкене ыңғайым соған келгендіктен мен сол қызметін атам, мен қанша былай жылжысып жатса бармаймын. Маған осы қызметін айттым. Енді міне бүгін сіздердің мектептеріңіз келгеннен бағадан бергенде сырт көзге барлығы не ғой, қандай жақсы заттары бар, көріп, есіне сақтап, және завуч қыздарға фото жіберіп жатырмын. Көргіне идея болсын деп кішкене қажет болса да болашақта өздері қолдансын деп жатырмыз. Енді сіздерге үлкен рахмет. Мына мектеп маған ұнады. Мектептің проектісі жақсы екен. Жаңағы 100 мектеп, 100 балабақша бағдарламасымен салынған екен. Жаңағы менің тарихынан көріп отырмын. Өте жақсы мектеп. Мектептің ішіндегі жаңағы дезинфекциялауы, оның жүргізуі сіздердің жұмыстарыңыз өте жақсы жасалған екен. Актовый залдарымыз жаңағы Әбіш оқулары, Абай оқулары, Ильяс, Ғарин оқулары өтеді. Мына мектепте актовый зал осы балалардың шығармашылық пен өнерге дамуына өте қолайлы жағдай бар екен. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Жаңағы уақыттарыңызды бөліп келіп, біз басшы емеспіз, тексерген комиссия емеспіз, бірақ уақыттарыңыз келіп осылай көрсетіп таныстырып жатқандарыңызға. Сіздерге болашақта шығармашылық табыс тілеймін. Балаларымыз жаңа алтын белгіде бар екен, үздік бітіргендер де бар. Жаңа спорт жағынан да, көркемдік бағыттан да барлығынан балаларымыз көп екен. Балаларымыз көбейе берсін. Маған робототехникаларымыз ұнап тұр. Негізінен балаларымыз сол робототехникамен дамытқан жақсы. Болашақта өзіміздің Қазақстан тұлпарын шығаратын балалар да шығып жатыр. Сондықтан сіздерге барлық осы еңбектеріңізді жемісін осы шәкірттеріңіз көрсетсін. Шығармашылық табыс тілеймін. Көп рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Сіздер мақтаныңыздар осындай аналарыңыздың барына. Мысалы, біз өзім қазақ тілі маманы ретінде, мысалы, эссе жазғызам, балаларға бір ой толғау жазғыза қойған кезде, әрқашан осы Жайна Жұмағұлқызын өздері мысал қалып, мысалы, айтып жатамыз, мейті, мысалы, қазір біздің алдымызда пәлебай оқушы отырса, әрбіреуінің жанына біз бір осы Жайна Жұмағұлқызын айту арқылы патриоттық сезімдерін оятып жатырмыз деп есептеймін. Өйткені оларды армандап кетеді, кейде айтады, мұғалім бізде кейін осындай жақсы маман көбейіп болса, неге осындай болғым келеді, мектебіме бүйткім келеді деген сияқты. Енді ол мүмкін, мысалы, сіздерге бұл түкті емес шығар, бірақ әрбір оқушының бойына сіздер кереметтей Жайна Жұмағұлқызы бір патриоттық сезімді құйып жатыр. Осы үшін біз сізге өте үлкен алғысымыз шексіз. Сіздер мамалар
мақтанарлық, мақтануға жатқызбаймын мен бұны. Бұны мен патриоттық деп түсінемін. Иә. Рухани бай анашыларымыз барларыңызға қуаныңыздар. Бәріңізге үлкен алғысымды білдіремін. Енді расында да Ерзат Бекметұлымен кішкене тесно дейді, қалай тығыз байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Негізінде басшыға байланысты деп Серік ағамыз айтқандай, мен бір идеям болса, ол кісі оны одан ары қарай дамытып алады. Аз нәрсені ұқсатып, жаңағы кішігірім бөлінген фондты ұқсатып, балаларға мотивация жасап, соған үнемі разы боламын негізінде. Енді сәлемімізді айтасыз ғой. Әсел мұғалім, сізге де рахмет. Және өткенде келгенде үйлеріне қонақ етіп, дастархан жайып, жанымызда жолдастарымыз болды. Бізге де бір абыройда, енді алматылықтардың алдында, туысымыз алдында сіздер бізді қолпаштап жатсаңыздар, біз сіздерді қолпаштасақ бір-бірімізге негізі сыйластық, абырой жасап жатырмыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Мен енді жаңағы ұстаз айтқандай, балалардың дамуына көңіл бөлгім келеді, бір мотивация жағынан. Балаға бір 5-10 болса да, ол бір қызық нәрсе ғой. Негізі недавно бір оқу өткенде, оказывается, ойын түрінде жасалған нәрсе үнемі жеңіл болады дейді екен. Бізде қазір жұмыста да бір ойын кіргізейік деп жатырмыз да, үлкен кісілердің арасында да ойын деген негізі өте бір қызық нәрсе екен, адамды жетістікке тез жеткізетін нәрсе екен. Сондықтан өзім ойлаймын, сол білімді білмей тұрып ақ, бір ойыма сондай келгенде мотивациялық бір ойын сияқты болсын деген. Сол оказывается тез жетілдіреді екен адамды. Жаңағы адам ойын кезінде жай кезде істей алмайтын нәрселерін істейді екен. Жаңағы футболисттер секіріп барып аяғымен 5 метрден гол тығады дейді, жай кезде соны істей десе істей алмайды екен. А ойынды азарт дейді, сол кезде ол адам істей алмайтын нәрсені адам істей алады екен. Негізі сол өзім ойлаймын, демек мен дұрыс бағытта келе жатырмын деп жаңағы сабақты өткен кезде ойладым. Мен де сондай бір ой болып еді ғой ішімде, балаларды ояту деп. Соның нәтижесі бір жағынан мен де ойлаймын, кішігірім болсын себеп болды деп жаңағы Ерзат Бекметұлымен жасаған еңбегіміздің жаңағы жыл сайын осынша басында 10 баладан бастағанбыз ғой. Жаңағы премирование фонд деп 30-40 балаға дейін әкеліпсіздер. Енді сіздер арасынан іріктеп алған балалар болғандықтан мен оған сенемін. Әртүрлі ғылыми жобаларда, әртүрлі салаларда, спортта қамтедік, барлық жағынан балалар осындай кішкентай ауылда жетіліп жатыр деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге үлкен алғыс. Жаңағы мен бастамамды қолдап өздеріңіз бір идея беріп жатсыздар. Соның бәрі енді ауылымызды көркейтетіндей бір деңгейде болсын. Шын айтқанда былай жан-жағына қарап ойлаймын да, шіркін свет дұрыстап барлық жер өткізілсе, жолдар салынса деп. Енді шын айтса, мен әкімшілікпен жұмыс істеуге де дайынмын негізінде. Бірақ ол үшін олардың да дайындық болу керек шығар деп ойлаймын. Сәлем айтып барасыздар ғой. Жақсы болды ғой. Ауыл көлемінде айтып тұрыңыз. Адам енді бір деңгейге көтерілген сайын одан да жоғарылағысы келеді, ол да бір жақсы дүниелер. Сондықтан жаңағы мысалы Ерзат Бекметұлы қалған мына LED экранды сыйлаған оқушы бір жағынан сіздер үлгі болып жатсыз дейді. Мен бір кішкентай нәрсе білсем, басқа адамда көмектессе, жаңағы сондықтан мен ойлаймын, бұл кішкентай ғана бастама бір жағынан патриоттық бір неге айналысып жатқан сияқты деп өзім бір ішімнен ойлаймын. Сіздер куәсіздер ғой, сіздер бір жерде жүрсіздер. Жаңағы мектепке ананы әкеліп, расында да үнемі бір нәрсенің бастамасы болады, қолдаушылары болады, жылжытушылары болады. Сіздер жылжытушыларсыздар. Сондықтан ойлаймын, ары қарайда осы мектептен шыққан шәкірттер осындай бір жақсы игілікті істер өзінің ауылына, мектебіне, халқына, ары қарай мемлекетіне, еліне деп кете береді ғой, бір кішкентай деңгейден басталып ары қарай кете береді. Мысалы, біздің қазіргі арманымыз уже Қазақстан деңгейінде бір үлкен нәрселер жасасақ деген. Сондай адам баласы негізі бір орында тұрмай жетілген сайын көбірек көмектескісі келеді. Мен үнемі Google компаниясы мысалға келтіремін де, олар миллиардтан, триллион өздеріне доход генерировать етеді. Олардың қазіргі мақсаты планета көлемінде ғой. Планетаны құтқарсақ, жаңағы озонный дыра деп.
Енді ол деңгей негізінде. Мен арманым бізде сондай деңгейлерге кете берсек деп ойлаймын да. Жаңағы кішкентай деңгейден басталған дейді, ары қарай дами берсе үлкен деңгейге жетеді деп ойлаймын. Сондықтан бәрлеріңізге рахмет. Енді Алла соны насіп етсін. Ол үшін адамға денсаулық керек, көп энергия керек, негізінде күш қуат керек. Сіздерге де Алла Тағала соны молынан берсін. Және жаңағы өзім балаларым туралы айтайын дегенім, сіздер дұрыс айтып жатсыздар. Мысалы мен басқа жақ дамысын деп өз көйлегімді ұмытпау керек дегендей, сол ойлаймын да, сол балаларымды ана жаққа барғанда интернет жоқ, связь жоқ. Мен айтам, вот осындай өмірді көру керек. Демалды балалар, ана Серге айтқандай қаз болып кетті деп, қаз болып кетті. Ол жақта көкпар тартылды, атқа отырды дегендей, мысалы бір ата бабасының рухымен бір байланысы болып, ауылмен байланысы болып, енді сондай ойлаймын, бір балаларымда бір керемет бір энергия, күш қуат алып жатыр деп. Сондықтан мектепке келіп, сіздердің қошеметтеріңізді көріп, бұларға да мен жанында жүрген адам болғаннан жай адам сияқты көрінемін да. Жақсы адаммын деп. Балаларым күледі ғой, мама сен мақтан емес. Жоқ, сіз өте дұрыс айтасыз. Енді соны ойлаймын, балаларыма да бір серпіліс болады деп ойлаймын. Ары қарай дамуына да жетістікке жетуіне де нет пророка в своем отечестве дейді, жаңағы пайғамбармын деп шыққан адамды халық өз халқы мойындамайды, басқа халық мойындайды. Сол сияқты мен ойлаймын, балаларым мені басқа бір қырынан көріп отырған шығар деп ойлаймын. Сіздерге рахмет, сол сыйластықтарыңызға рахмет. Мектебіміз көркейе берсін, ауылымыз көркейе берсін деймін.